Адам саусақтарының терісі гематоксилин яземен боялған. Кіші ұлғайтқышпен эпидермис, дерма және терасты шермай қабатын ажыратамыз. Үлкен ұлғайтқышпен эпидермисте бірінші өсу қабаты ұшы болып тұрған. Одан кейін бізде түйіршікті қабаты. Оның үстінде жылтырауық қабаты және мүйізге қабатын ажыратамыз. Одан кейін келесі дерма. Дерма қабатында осы эпидермиске еніп тұрған бөлігі емізікше қабаты. Осы емізікше қабаты жіңішке талшықтардан және көптеген клеткалық элементтерден тұрады. Ал келесі торлы қабаты ол үлкен, яғни жуан коллаген талшықтардан тұрады. Келесі осы дерма қабаты мен терасты шермай қабатының шекарасында тер бездері орналасады.